1925 жылы Сталин Қазақстан үкіметін басқаруға Голощекинді жіберді. Аз жылда Мәскеудің қолдауымен биліктегі қазақ зиялыларының тоз-тозын шығарып, дербес билікке қол жеткізген Голощекин 1928 жылы ел арасында ұлы кәмпеске аталған тәркілеу науқанын жүргізіп, қазақ халқын ауыр нәубетке душар етті. Бұдан соң Қазақстанда кеңес үкіметі әлі орнамаған. Ол үшін кіші қазан төңкерісін жүзеге асыру керек деп ұрандаған Голощекин асқан зұлымдықпен адам естіп көз көрмеген алапат ашаршылық ұйымдастырды. Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деген әзәзіл ұрандармен 1930-33 жылдары әдейі қолдан жасалған бұл зұлматта 6 миллион қазақтың 3 миллионы қырылды. Большевиктік биліктің мұндай озбырлығына шыдай алмаған ашулы халықтың наразылығы бірте-бірте қарулы көтерілістерге ұласты. Соның айғағындай аталған жылдары қазақ даласында кеңес билігіне қарсы 300-ден аса көтеріліс орын алды. Соның бірі атақты Созақ көтерілісі. Көтеріліс 1930 жылы ақпан айында басталды. Қалың бұқара өздері хан сайлаған Сұлтанбек Шалағұлы деген азаматтың соңына ерді. Ашынған халық жергілікті милицияны басып алып, шолақ белсенділерді, үкімет адамдарын өлтірді. Жойылсын кеңес үкіметі, хандық билік жасасын қазақ үкіметі деген ұрандармен шыққан көтерілісшілерге қарсы большевиктік билік жазалаушы отрядтар аттандырды. Олар жазықсыз халықты жан түршігерлік қатыгездікпен аяусыз басып жаныштады. Бұл фильмге Созақ көтерілісі кезінде бір ғана өлеттің басынан өткен қасіретті оқиға арқау болған. Малымыз қырылып атса да, барлығын бердік қой. Еш болмаса кішкентайымның лағын қалдыршы. Аяйсың я Совет үкіметінен. Банда! Совет үкіметінің көмектескені осы ма? Тонап қырып барасыңдар ғой. Тетігізбе Совет үкіметіне. Ұрма банда! Жоғал! Қойдың жөні болмаса, көрпенің жөнін өткіз. Қаш, балам! Тоқта, иттің күшігі! Тоқта, иттің баласы! Тоқта! Алата ұра көрме! Ергел иттің күшігі! Мен сені ұрмайым. Мен ағаларыңмен қосып өлтірем сені. Күшік! Иттің күшігі. Мен састығыңа айтшы, менің балдарыма рақымшылық етті. Қақпас, сенің балдарың халық жауы. Жүр. Көпеш ешпі болса, кенжемді болса. Атаңа нәлет, көпеш! Держи. Ерболсын, көпештің қолына қалай тап болдың? Ей, жетер өзіміз кінәліміз. Атаңа нәлет, көпеш! Әттен қолыма түссен ғой, шіркін ай. Мен мұндамын, әмір. Батырлар. Қалдарың қалай? Көпесжан, ел босынды босатшы, ол бала ғой. Бұл жерден ешкім аман құтылмайды енді. Арқысын өкімет шешеді. Көпеш, Ерболсаң, босат мені. Шық жекпе-жекке, иттің баласы. Иттің баласы? Қыңсылап тұрған мен бе, сен бе? Жекпе-жек деген мені? Осы? О, Алла, ол қай жазаң, Алла. Сабыр сақта, әмір. Сабыр деймісің? Қайдағы сабыр? Өй, өшір сеніңді. Өй, бай бол.
Намыссыз туған ермедің, қатыныңды көзінше зорлағанда неге намыстан жүрегің жарылып кетпеді сенің? Сабыр сақтыра бер. Ағама не айтып тұрсың? Тоқтат, сен ба мені сабырға шақыратын? Жарымжан бауырым, сен мені қиратып енді бүлдіріп қойып едің, бауырым. Ертең таң алдында бүлікшілердің барлығы түгелдей жазаланатын болады. Естеріңде болсын, кімде-кім бүлікшілерге нан, су және қашып кетуіне мүмкіндік жасайтын болса, табан астында атылатын болады. Совет үкіметіне қарсы болғандардың жер басып жүруге хақылары жоқ. Көпешжан, Ешқандай аяушылық көрсетілмейтін болады. балаларымды босатшы. Естеріңде болсын, мен коммунистпін. Ал коммунистер екі айтпайды. Түсінікті ма? Все, товарищ командир. الله الصمد لم يولد ولم يولد ولم يولد له كفوا أحد. Bağırlarım benim azdı kötü yaşağım günelerim başa keşirimdir. Бауырларым, бізге қалай болғанда да ер болсын да аман алып қалуымыз керек. Таңертеңгісін бізді елдің алдына шығып ату жазасына кеседі. Бізге жоспар құру керек. Ертең бізді сапқа тұрғызған кезде ер болсынды екінші қатарға қойық. Аға, барлығымызды бір қатарға қойсашы. Ендеше ортамызға алып иығымызбен жауып тұрайық. Ер болсын, ертең сапқа тұрғанда ат деп бұйрық береді. Сол кезде бірден құлай кет, жарай ма? Жарайды аға. Қап әттеген ай, жоспарымыздың бәрін естіп. Ер болсын, ертең Алла нәсіп қыза аман қалсаң, анашымызға қара келін әкеліп бер. Айтпақшы, кімнің қызын аласың? Оспанның қызын аламын. Оспанның қызын аламын. Дәмесінің зорын. Оспанның қызын аламын дейді. Шығамыз. Жүріңдер. Бас аяқтарыңды. Апам көрмесін. Көрсін, қарсылық жоқ. Болсын, орысшаныңды айтшы. Ленин, дедушка наш родной, Сталин, отец наш родной. Ленин, дедушка наш родной, Сталин, отец наш родной. Ленин, дедушка наш родной, Сталин, отец наш родной. Ленин, дедушка
думает. Надо. Көпес, Шәкетайдың жағдайын білесің ғой? Совет үкіметіне ақыл есі дұрыс 12 мүшесі сау адам керек, Байбол. Ат! Ал ат! Не күтіп тұрсың тексіз неме? Тексіз неме? Әкеңнің сөзі ғой. Сәлем айта барарсың. Прости, мат. Бог осудит. Готовиться. Сердце. Огонь! Все проверяйте. И тому храните, совсем вместе похоронить. Направо, шагов, марш!